Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның көркін ашатын асортиді бірге жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Алдын ала керекті заттар: бізге колбаса мен сыр керек болады. Алдын ала колбасамызды осылай ортасынан бөліп, яғни сыртындағы күленкасын алып тастап отырып, қиқаштап кесіп алатын боламыз. Мен қиқаштап кестім, әркім өз қалауынша кессе болады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецептерді міндетті түрде бөлісетін боламын. Яғни колбасамызды кесіп алып, осындай ыдысымызға ретімен қойып шығатын боламыз. Мен екі ыдысымызға жасадым. Осылайша жаңағы сырымызды ұзынынан кесіп алатын боламыз. Осылайша колбасамыздың үстінен реттеп қойып шығамыз. Жетпей қалған жеріне тағы да сырымызды кесіп алатын боламыз. Колбасамызды кішкене шығарып қоямыз, себебі әдемі көріну үшін осылайша жасаймыз. Алдын ала пісіріп суытып алған, яғни қартамызды да осылай кесіп аламыз. Яғни лист жапырақтарын пайдаландым. Осылайша лист жапырақтарын төсеп, яғни жаңағы кесіп алған қартамызды да сырымыздың жанынан қойып шығатын боламыз. Алдын ала турап алған, яғни қазымызды да ретімен қойып шығамыз. Колбасамыздың астына лист жапырағын қоямыз. Үстіне укроп қойсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңызда екі тарелканы жасап шықтық. Өте керемет, әдемі болып шықты. Дастарханның көркі. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Достар, егер видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.